бала құқықтары туралы конвенцияға хабарлар рәсіміне қатысты факультативтік хаттаманы ратификациялау туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасы депутат Аймағамбетов Асхат Қанатұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Аталған заң жобасы балалардың құқықтарын қорғауға бағытталған. Бұл біріккен ұлттар ұйымының тиісті хаттамасы, жалпы президенттің тапсырмасы бар осы хаттамаға қосылу бойынша, сондықтан біздің комитет осы хаттаманы жұмысқа алып, тиісті қорытынды дайындауға дайын. Назарларыңызға рахмет. Асхат Қанатұлына сұрақтарыңыз бар ма? Онда осы мәселе бойынша да қаулы дауысқа қойылады. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырғандар 93 депутат, жақтағандар 93 депутат, шешім қабылданды.